Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 47-ші сабақ сөйлем тақырыбын өтетін боламыз. Ал балалар, мәтін дегеніміз не? Мәтін неден тұрады? Дұрыс айтасыңдар, мәтін сөйлемнен тұрады. Сөйлем сөздерден тұрады. Сөздер буындардан, буындар әріптерден тұрады. Жарайсыңдар. Ал ендеше бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Нан тіршілік тірегі. Нан ең қасиетті дәм. Нан ұсағының өзі киелі. Нанның ұсағын жерге тастама, обал болады, дейді ата-әжелеріміз. Себебі нан тіршілік тірегі. Нанды ысырап етуге болмайды. Ешқашан нанмен ойнама. Бұл мәтіннің авторы Айгүл Ағыбаева. Мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт дейді. Балалар, нан туралы не білеміз? Нан ең қасиетті дәм. Ата-әжелеріміз нанды жерге тастама, нанды ысырап етуге болмайды деп айтып отырады. Ешқашан нанмен ойнауға болмайды. Балалар, мына мәтінге назар аударайықшы. Мәтінде неше сөйлем бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 сөйлем бар екен. Яғни бірінші тұрған абзацта 4 сөйлем, ал екінші абзацта 2 сөйлем бар. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз. Атасындай бар астың, тұр ғажайып ақ бидай. Асырайтын барша елді біздің байлық ақ бидай. Бұл өлеңнің авторы Ермек Өтетілеуұлы. Балалар, өлеңді қалай жазу керегін білесіңдер ғой? Дәл солай, бас әріппен, қатар-қатармен осылай көшіріп жазамыз. Сөйлем сияқты жазуға болмайды. Өлеңді осылай қатармен, тыныс белгілерін тастамай көшіріп аламыз. Көшіріп болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Дәнді дақыл атауларын тап деді. Балалар, мына сөздердің ішінде дәнді дақылдар берілген, соларды табуымыз керек. Міне қызылмен қоршалғанда бидай, дұрыс, күріш, арпа, тары және жүгері. Бұл дәнді дақылдардан не жасалады? Білеміз бе? Бидайдан бидай көже, күріштен күріш көже, арпа, тарыдан майсөк істеуімізге болады. Және наурыз көжені білесіңдер ме? Көптеген 7 түрлі дақылдарды қосып, наурыз көже істеуге болады екен. Жарайсыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.